айта алмас едім. Елдар? болса қалым, Садолеттің ойы мен де ойлап атқан шығар, бірақ мен ойым Расул деп ойлаймын. Неге десеңіз, енді анда айта кеткенде әке шешем қарсы болды дегендей, сол сәттен тем более наяқта әсемен үші қосылған көре алмалықты, может, келмей кеткеннен солай деп ойлаймын. Келмей кеткеннен, әсем мен әділет қосылғаннан, әке шешесі қарсы болғаннан. Мернар? Енді балшығын менің ойымша Айдан пікіріне қосылам. Менің ойымда да дәкең сияқты. Өйткені кішкене соңғы кездері көзінде бір мұң бар. Сәл-пәл сал суға кетіп жүргені бар, может быть сыртта бір-екі шаруалары бар шығар деген сияқты ой туындап отыр менде. Ой әртүрлі, бірақ жобамен қоштасатын жан біреу, және ол кім? Жарнамадан кейін білеміз. Ұжымына сізге Баласахан Масобина рахмет айтам. Өзімнің редакторым Альмира Асқатқызына, барша редакторларға, бәріңізге, оператор ағалар, Сұлтан Бенд, бәріңізге үлкен рахмет. Біреудің жекесіне өтіп кетсем, жаңағыдай көп нәрселер болды. Енді конфликт болды, анау болды, мынау болды. Бірақ та мен бәріңізді жақсы көрем, сыйлаймын. Жаңада бар сұрап қояды, сен ба деп. Жоқ деп қоям күліп. Бірақ іштей сезгендей болдым. Сол үшін бәріңізге үлкен рахмет айтам. Тек қана арамызда сыйластық қалсын. Бұл мен бітпейді өмір. Әркім өзінің дегеніне жетсін. Мен өз жартымды қосаяқтан таппасам да өмірден табам, иншалла. Сіздерге де сол келген мақсаттарыңызға жетсе деймін. Ешқандай қайғырмаймыз, өмір жалғасады. Бәріңізді жақсы көрем, сыйлаймын. Әрқайсыңызға деген сыйластығым бір төбе. Баласахан, сізді мен көп еркелеген сияқтымын осы күнге дейін сізге. Енді Садәулет, ашығын айта кетейін. Қазір көрермен бәлкім мені кінәлап тұрғанда шығар. Барлығын түсінемін. Бірақ бұл жобада әркімнің өз орны бар. Және де тәртіп бар, эфир мәдениеті деген дүниелер бар. Қатысушылар, бәлкім сіздер де мені жек көріп тұрған шығарсыздар. Бірақ енді бір шыдадым еркелігіңізге, екі шыдадым. Енді мен оның ар жағында шыдап жүре беретіндей, менің бұл жердегі басты миссиям сіздердің бақытты болғандарыңыз, қосылып кеткендеріңіз, бірақ енді сіздердің кейбір тәртіптеріңізбен алысып отыратындай мүмкіндік болмайды. Жоба мәдениеті бар, шарты бар. Соның барлығын енді үйлестіре алмаған сияқтымыз аз уақыт өтсе де. Енді қатысушылар, сіздерге де сабақ болсын. Еркелеп жүрген жігіттер бар, Жәнібек бар, Нұржан бар. Баласахан, мен тағы да сізден кешірім сұраймын. Халықтан сұрайдым. Баласахан, ешқандай бір қараламауларыңызды сұраймын. Себебі ол менің барлық нәрсе менің кінәмда. Ол менің ешқандай бір сізге деген жек көріншілігім ондайым жоқ. Сіз оны прекрасно білесіз. Сол үшін бәрі жақсы. Ол бүкіл кінә менен. Мен қанша тентектік істедім осы жерде, қанша адаммен ренжісіп қалдым. Төбелесіп те қалдық енді, сөздің ашығы. Просто мен баршаңызға үлкен рахмет айтам. Осы күнге дейін еркелігімді көтеріп, ханзадамыз дедіңіздер, анау дедіңіздер. Мен де ешқандай бір ақталып ондай істегім келмейді. Ақталып болдыңыз ба? Рахмет айтып болсаңыз жайғасыңыз. Кете берейін ба? Отырасыз? Неге? Сол? Кетейін ба? Мен енді ондай адам емес шығармын. Сізбен ренжісіп қалып келесі күні жобадан кетсін деп отыратын. Мен солай ойлайтын болып тұрсыз ғой. Ай, тағы да ұрысып қалмай тұрғанда отырыңызшы. Айтшы. Ой, енді әзіл-әзілімен Аида жылап үлгерді. Мадина әлі жылап отыр. Қыздар, мені қарғап жіберген жоқсыздар ма іштеріңізде? Ой, енді әзіл-әзілімен бірақ жобамен қоштасатын жан бар. Енді қайсыларыңызда біз қимаймыз. Әрқайсыңыздың орныңыз ерекше. Бір жылға жуық уақыт жақындап қалған шығар, үнемі біргеміз, осы жерде күн сайын біргеміз. Тіпті бірінші отбасы деуге де болады. Көзімізді ашсақ көретініміз бір-біріміз осы жерде. Бірақ қоштасуға тура келіп тұр. Және де жобамен қоштасатын жанның есімі Дәулет. Келіңіз. Қайырлы күн баршаларыңызға, құрметті қазақстандықтар, Баласаханым. Енді кездесу бар кезде қоштасу болады, міндетті түрде. Бірақ енді дәл осылай кетем деп ойлаған жоқпын. Шынымды айтсам, қимаймын.
Құрметті көрермен, айта кетейік, Дәулет өте түсінігі мол азамат, еңбекқор азамат, үнемі отбасына қамқор болып жүретін азамат. Енді біздерде дәл қазірде отбасылық себеппен, ортақ шешіммен, жобамен қош айтсайын деп отыр. Біз әрине сізді қимаймыз. Аз уақыт болса да сізге үйренісіп қалдық әбден, және де бір жерде осылай таныс болғанымызға барлығына өте қуаныштымыз. Бірақ енді соңғы 1-2 аптаның көлемінде тіпті сіздің де отбасылық жағдайыңызға байланысты үйлесе алмай кеттік, тіл табыса алмай кеттік. Сондықтан да сіздің енді ортақ шешіммен сіз жобадан кетіп барасыз. Қимаймыз әрине. Бірақ жолыңыз болсын, бақытты болыңыз дегіміз келеді сізге. Енді дәл осылай кеткім келмеген болатын. Мақсатым осында отбасы құрып, ең құрмағанда жұп болып, немесе бір жақсы таныстықпен кетем деген ниетпен келдім. Енді анамның денсаулығына байланысты қасында болу керек, қарайласу керек, оның үстіне жұмысымды да бірге алып жүре алмай, ситуация осылай болып тұр. Бірақ сіз қосылайықты осы уақытта, осы жерде өткен аз уақыт болса да, күндерді тек жақсы естелік ретінде есіңізде қалсын. Оның әрбір эмоция, әрбір қарым-қатынаста болған қызықты сәттер, барлығын ұмытпаңыз дегіміз келеді. Бақытты болыңыз, біз сіздің өзіңіздің жарыңызды табыңыз дегім келеді. Және де ең кемі дегенде сіз тырыстыңыз. Осы жерге келіп, жар табуға, бақытты болуға тырыстыңыз. Тек жолыңыз ақ болсын дегім келеді. Рахмет баршаларыңызға, Қосылайық ұжымы, барша редакция, Балауса ханым, сізге рахмет, қанша түсіністікпен қарағандарыңызға. Мың алғыс, өзімнің редакторым,